Шерзат қайтыс болды. Бұл небәрі 16 жаста ғана бала. Сіздердің біреуіңізге, тобыңызға емес, біреуіңізге қарсылық келтіре алмайтын бала еді. Бірақ сіздердің бойларыңызда мен ешқандай өкініш көріп отқан жоқ. Бұларды кінәсіз сотталып кетуін қалап отқан жоқ ешкім. Қаржаубай сіздерді жазықсыздан жазықсызға сотта деп отырған жоқ. Қаржаубай өзінің баласын жоқтап жүр. Бірақ бұған ешқандай жауап болмайтын болса, бұл қылмыс ары қарай да жалғаса береді. Қараңыздаршы, мына бала өмір сүруге құқы болды ғой. Біз сіздердің осы күнге дейін шыны керек қаншама журналистер келді. Неге ешқайсысы мойындамайды деді. Мен айттым, әлі мүмкіндіктері бар. Соңғы сөзге дейін кейбіреулер кінәлерін мойындайтын шығар. Мына пышақтың 9 сантиметрлік бәкі 12 сантиметр кірді деген сөз, ол бар күшімен кіргізілді деген сөз. Барлықтарыңыз мойындап отырсыздар. Қылмыскер араларыңызда екенін біліп отырсыздар. Бірақ мен емеспіз деп отырсыздар. Ондаша не үшін бір-біріңізді қорғап отырсыздар? Яғни барлықтарыңыз да кінәлісіздер. Ата-аналар ренжіп жатыр, қоғам бізді кінәлап жатыр деп. Бірақ сіздер өздерін кінәлап жатқан жоқсыздар ма? Кешеден бері айтқаны Шерзат қайтыс болды, оның ажалы жетті деген сөз. Ол да қоғамда наразылық тудырып жатыр. Сіздер ата-анасыздар. Сіздер сөйтіп айтқаннан кейін сіздердің балаларыңыз қандай әрекет етеді?